Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше дәмді терияки соусындағы тауық етін әзірлейміз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: 500 грамм тауық еті, 2 түйір сарымсақ, 70 мл соя соусы, 3 ас қасық бал, 2 ас қасық алма уксусы, 1 ас қасық күнбағыс майы, 1 ас қасық крахмал, жарты шай қасық тұз, бұрыш және де кунжут. Тауық еттерін тазалап жуып, орташа бөліктерге кесеміз. Табаны қатты отқа қойып, үстіне күнбағыс майын құйып қыздырамыз. Үстіне тауық етін салып, алтын түстес болғанша 7-10 минуттай қуырамыз. Енді терияки соусын дайындаймыз. Таза миска алып, ішіне соя соусын құямыз. Сарымсақты майдалап кесіп, оны да мискаға саламыз. Сосын крахмал, тұз, бұрыш, алма уксусы және балды салып, жақсылап араластырамыз. Дайын соусты табадағы еттің үстіне құямыз. Баяу отта соус қойыланғанша бұқтырамыз. Шамамен 7-10 минут. Соусымыз пісті. Қалған гарниріңіздің бетіне салып, кунжут, зелень сеуіп ұсынсаңыз болады. Терияки соусында піскен еттің дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.